Қыздар, барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Бұл сабақта біз сіздермен бірге осындай косынканы тоқып үйренетін боламыз. Тоқылу енді өте оп-оңай. Көбіңіз білетін шығарсыздар Келінжан телехикаясын. Сол жердегі үшінші келін асылымның басында үнемі осындай тоқылған косынка жүретін. Содан бастап бұл косынкалар хит болып кетті. Мінекей бүгін тоқып үйренеміз сіздермен. Бізге қажетті құралдар әрине ең бірінші жіптен бастаймыз ғой. Кез келген жіппен тоқи беруге болады. Бастысы қандай сезонға тоқиын деп жатсыздар, соған байланысты қылып таңдайсыздар. Мысалы, жаз мезгіліне арнап тоқитын болсаңыз, міндетті түрде құрамында хлопок болу керек, бас терлемеу үшін. Егер салқын күндерде тағатындай тоқиын деп жатсаңыз, онда жылы болу үшін құрамында пух, махер, ангора, шерсть болу керек. Соған мұқият қараңыздар. Жіптердің міндетті түрде этикеткасын оқыңыздар. Мысалы ретінде міне, мында 40% акрил және 60% хлопок. Мына жіппен жаздық косынка тоқуға болады. Салқын күндерге арнап тоқсаңыздар, бұларды миксовать етуге болады. Міндетті түрде қалың жіп алмай-ақшы. Мінекей мынандай хлопокпен пухнорканы араластырып тоқыңыздар, екеуін қосып. Менде мында қара косынкам. Міне мынандай хлопок жіппен, дәл осы жіп қой, газал бэби каттон деген, және ангора. Ангора жібі аралас тоқылған. Бұл ангораның ішінде осындай білінер-білінбес кішкентай пайеткалар бар. Мінекей, мынандай мелкий пайеткалар бар. Екеуін бірге қосып тоқыған кезде пайеткалар арасында осылай жылтылдап көрініп тұрады. Және де өте нарядный косынка шыққаны қаласаңыздар, онда мынандай королевские пайеткамен тоқсаңыздар болады. Бұның пайеткалардың көлемі үлкен-үлкен. Косынка мынандай болып шығады мінекей. Өте нарядный. Мен жиектерін жай ғана осы хлопокпен әрлеп шықтым. Косынканың өзі бір қабат осы жіппен 3,5 мм күрчекпен тоқылған. Күрчек номерін қалай таңдаймыз? Әр жіпке өзінің күрчегі болу керек. Күрчектің сүйреті тұрады. Мынау спицы, ал мынау күрчек. Осы жерде жазылған 2-3 мм деп. Яғни мына жіппен біз 2 немесе 3 мм күрчекпен тоқуымыз керек. Ал егер де сіздер мындай бір қабатпен емес, оған қосымша тағы да бір жіп қосатын болсаңыздар, онда біздің жібіміз қалыңдай түседі де, оған бізге уже кішкене үлкен нөмірлі күрчек алу керек болады. 3 емес, оның орнына 3,5 немесе 4 мм деген сияқты қыздар. Және сонымен қатар бізге мындай ине қажет. Жіптің ұшын жасыру үшін сантиметрлік лента қажет болады, және қайшы. Мастер-класста мен өзім Alize Angora Gold жібімен тоқимын. 2 мм-ден 4 мм-ге дейінгі күрчек болады делінген. Мен 3,5 мм-мен тоқимын. Тоқымамызды бастаймыз қыздар. Жіптің ұшы алақанымда біз кольцо жасап аламыз. Осы кольцоның ішінен жұмыс жібін тартып шығарамыз. Енді 3 воздушная петля тоқуымыз керек. 1, 2, 3. Бұл бізде бірінші столбик с накидамды алмастырады. Енді екінші столбик с накидамды тоқимыз. Накид іліп аламыз. Кольцоның ішінен жұмыс жібін тартып шығарамыз. Күрчекта бізде 3 петля тұр. 1, 2, 3. Екіншісі накид. 1 мен 2-ні қосып тоқимыз. Мінекей. Күрчекта 2 петля алды. Ол екеуін бірге қосамыз. Бізде қазір 2 столбик болды. 2 столбик с накидом. Келесі 3-ші столбикті тоқимыз. Накид іліп аламыз. Кольцоның ішінен күрчекті кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Күрчекта 3 петля. Бірінші мен екіншіні қосып тоқимыз. Күрчекта 2 петля қалды, екеуін бірге қосып тоқимыз. Сонда бізде 1, 2, 3 столбик с накидом болды. Енді кольцоны тартасыздар жіптің үшін. Мінекей. Бұл бізде бірінші қатар. Енді келесі екінші қатарды тоқимыз. Тоқымамызды былай бұрамыз. Бұрдық. 3 воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3. Дәл осы жерге енді тағы 2 столбик с накидом тоқуымыз керек. Мынау бізде бірінші столбикті алмастырады. Накид іліп аламыз. Тура бірінші қатардағыдай ғой. Күрчекті кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз.
1 мен 2-ні қосып тоқимыз. Крючокта 2 петля, екеуін бірге қосып тоқимыз. Бізде 1, 2 столбик с накидом болды. Қайтадан сол жерге тағы да бір столбик с накидом тоқуымыз керек. Міне, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Крючокта 3 петля, бірінші мен екіншіні қосып тоқимыз. Қалған екінші мен үшіншіні қосып тоқимыз. Мінекей, бір жерден біз 1, 2, 3 столбик с накидом тоқыдық. Енді келесі петляға, келесі петлямыз мынау, жоғары жағынан қарасақ көрініп тұрады. Осы петляға біз тағы да 3 столбик с накидом тоқуымыз керек. Міне накид іліп алдық. Жұмыс жібін тартып шығарамыз. Крючокта 3 петля, 1 мен 2-ні қосып тоқимыз. Крючокта 2 петля, 2 мен 3-ті қосып тоқимыз. Қайтадан осы жерге екінші столбикті тоқимыз. Накид іліп алдық, жұмыс жібін тартып шығарамыз. 1 мен 2-ні қосып тоқимыз. Крючокта 2 петля, 2 мен 3-ті қосып тоқимыз. 2 столбик болды ма? Үшіншісін тоқимыз енді. Накид іліп аламыз. Қайтадан сол жерге крючокты кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Крючокта 3 петля, 1 мен 2-ні қосып тоқимыз. 2 мен 3-ті қосып тоқимыз. Мінекей. Бізде тағы да 1, 2, 3 столбик с накидом пайда болды. Енді келесі петляға қараңыздар. Біз жаңа мына бірінші тұрған столбиктің үстіне 3 столбик с накидом тоқыдық. Одан кейін екінші тұрған столбиктің үстіне 1, 2, 3 столбик с накидом тоқыдық. Енді қазір мына үшінші тұрған столбик с накидом осының үстіне тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. Накид іліп аламыз. Мына екеуінің бүйтіп арасына тоқылып кетпесін, үлкен тесік болып тұрған жерге. Прямо мына жердегі түбіндегі петляны біз тауып алуымыз керек. 1, 2, мінекей. Столбиктің ең жоғарғы жағындағы петлясы. Накид іліп аламыз жаңағы жерге. Крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Бірінші, екінші петляны қосып тоқимыз. Екінші, үшінші петляны қосып тоқимыз. 1 столбик с накидом пайда болды. Қайтадан сол жерге міне екінші столбигімізді столбик с накидом тоқимыз. Екеуі болды, және үшіншісін накид іліп аламыз. Қайтадан сол жерге кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Крючокта 3 петля, 1 мен 2-ні қосып тоқимыз. 2 мен 3-ті қосып тоқимыз. Келесі үшінші қатар. Тоқымамызды бұрамыз. 1, 2, 3 воздушная петля тоқимыз. Бұл бізде бірінші столбик. Накид іліп аламыз. Қайтадан сол жерге түбіне мына тұрған бірінші петляға 2 столбик с накидом тоқуымыз керек. Накид іліп аламыз. Крючокты кіргізіп, жұмыс жібін шығарамыз. 1 мен 2-ні қосып тоқимыз. 2 мен 3-ті қосып тоқимыз. Осы узор бізде қайталана береді. Бір жерден 3 столбик с накидом тоқимыз. Екеу болды ма? Келесі үшіншісі накид. Қайтадан сол жерге кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. 1 мен 2-ні қосып тоқимыз. 2 мен 3-ті қосып тоқимыз. 1, 2, 3 столбик болды. Енді келесі столбиктар бізде мына тұрған 3 топтан тұрады. Міне бірінші топ 3 столбик с накидом. Аралары ашық міне. Мына екінші топ, мына үшінші топ. Осылардың арасынан тоқитын боламыз енді столбиктарды. Келесі қатардың бәрінде солай болады. Осы жерге міне екеуінің арасына 3 столбик с накидом тоқуымыз керек. 1 накид іліп аламыз. Екінші столбик с накидом, қайтадан сол жерге үшінші столбик с накидом. Әрі қарай бізге уже оңай болады қыздар. Келесі топтың арасында прям үлкен тесік болып тұр ғой, бөлініп сол жерге крючогымызды кіргізіп тоқи береміз. Накид іліп аламыз. Бірінші столбик с накидом. Накид іліп аламыз, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Бірінші мен екіншіні, екінші мен үшіншіні.
екінші столбик сына кедім. Және үшінші столбик сына кедім. Араларына тоқыдық. Енді ең шетіне тоқуымыз керек. Ең шетін бұлай табасыздар міне. Біз жаңағы тоқыған жеріміз. Мына жерге тоқыдық біз, сәл бүйтіп жоғары жағынан қарасаңыздар. Мына жерде міне бір петля тұр. Бір петля. Одан кейін екінші петля. Келесі соңғысы үшінші петля мына жерде. Осы үшінші петляға тоқимыз. Соңғы жаңағы 3 столбик накидімді. Накиделіп аламыз. Міне 1, 2, 3. Үшінші тұрған петляға крючогымызды кіргізіп, жұмысшыны тартып шығарамыз. Крючокта 3 петля. 1 мен 2-ні қосып тоқимыз, 2 мен 3-ті қосып тоқимыз. 1 столбик болды. Енді қайтадан сол жерге. Екінші столбик. Және үшінші столбик накидім. Бірінші қатарда бізде 3 столбик накидімнен тұратын бір ғана топ болды. Екінші қатарда 1 топ, 2 топ, 3 топ столбиктардан тұратын. Үшінші қатарда уже 1 топқа артық болады. Міне 1 топ, 2 топ, 3 топ, 4 топ болды столбиктар. Келесі қатарда 5 топ болады. Одан кейінгі қатарда 6 топ болады. Сөйтіп біздің косынкамыздың көлемі үлкейе береді. Бұрамыз. 1, 2, 3 воздушная петля тоқимыз. Оңай ары қарай. Қайтадан сол жерге түбіне мына бірінші петляға екінші столбик накидім. Үшінші столбик накидім. Накиделіп аламыз. Келесі 2 топтың арасына 1 столбик накидім. Накиделіп аламыз. Екінші столбик накидім. Үшінші столбик накидім. Накиделіп аламыз. 1 столбик накидім. Екінші столбик накидім. Үшінші столбик накидім. Накиделіп аламыз. Міне арасынан 1 столбик накидім. Екінші столбик накидім. Үшінші столбик накидім. Накиделіп аламыз. 1, 2, мына үшінші петляға бірінші столбик накидім. Екінші столбик накидім. Үшінші столбик накидім. Міне, келесі қатарымыз бітті. 1 топ, 2 топ, 3 топ, 4 топ, 5 топ. Қатардың бас жағында 3 воздушная петля, бірінші столбик болады. Сол жерге екінші столбикті тоқимыз. Үшінші столбикті тоқимыз. Енді келесі топ арасына бірінші столбик, екінші столбик, үшінші столбик, бірінші столбик, екінші столбик және үшінші столбик. 1, 2, 3. Накиделіп аламыз. 1, 2, 3. Накиделіп аламыз. 1, 2, 3 петляға. 1 столбик накидім. Екінші столбик накидім. Және үшінші столбик накидім. Келесі қатар міне. Әрі қарай көрсетіп отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын, қыздар. Өздеріңіз видеоның бас жағын жақсылап көріп алып, әрі қарай сол
узор бойынша қайталап отырып тоқи бересіздер. Өздеріңізге қажетті ұзындыққа дейін, косынканың көлемі қандай болғанын қалайсыздар, сол ұзындыққа дейін тоқисыздар. Дәл осы узормен тек косынка емес, бұны сіздер үлкен қылып бактус, шаль тоқсаңыздар болады. Өте үлкен үшбұрышлы орамал болады. Шет-шеттеріне шаша жасап қойсаңыздар болады. Енді мен қазір сіздерге размерін айта кетейін, қандай екенін. Ұзындығы мына соңғы обвязка жасайтын қатарды есептемеген кезде, неке мына жерге дейін 29 сантиметр болғанша тоқисыздар. Бұл косынка менде 29. Жаңа мына қоңыр косынка. Бұл да менде 29. Неке. Ал мына косынкам олардан сәл қысқарақ. Бұл менде 27 сантиметр. Обвязкасын жасағаннан кейін біздің косынкаларымыз 1-1,5 сантиметрге үлкейеді. Міне обвязкасын қосып өлшейтін болсақ, мұнда 28 сантиметр. Ал мына косынкалар 30 сантиметрге дейін барады. Міне 30,5 сантиметр даже. Бұрышынан бастап өлшеген кезде 29 сантиметр болып шықты. Енді қазір шетінің обвязкасын істейміз. Бірінші, мына үш бұрыш бар ғой, осы үш бұрыш. Осының бойымен бір рет тоқып шығуымыз керек. Бір қатар тоқып шығамыз. Столбик без накида узорымен. Жиегінде бізде 1, 2, 3 столбик с накидом тұр, соның міне ең бірінші столбигін көрдіңіздер ғой, соңғы қатарда. Оның алдыңғы қатардағы мынау міне ең бірінші столбик. Оның алдындағы қатар міне осы бірінші тұрған столбиктің әр қайсысына 2 столбик без накида тоқып отырамыз. Столбик с накидом болған кезде біз жұмыс жібін осылай накид қылып іліп аламыз. Ал без накида болған кезде біз накид жасамаймыз. Бірден крючогымызды міне мына тұрған столбиктің астынан бүйтіп кіргізіп, жұмыс жібін тартамыз. Крючокта 2 петля, екеуін бірге қосып тоқимыз. Бұл бірінші столбик. Неге қайтадан осы ұзын столбиктің астынан іліп аламыз міне. Жұмыс жібін тартып алдық. Крючокта 2 петля, екеуін бірге қосып тоқимыз. Біз 1, 2 столбик без накида тоқыдық. Ал біздің келесі столбигіміз ұзын болып тұрған. Бұл столбиктің өзі бер жағына қараған кезде өзі екіге бөлініп тұрады. Мына жерден және мына жерден. 1, 2. Келесі столбигіміз 1, 2. Өстіп әрқайсына 2-ден тоқи бересіздер. 1 столбик без накида. Екінші столбик без накида. 1 столбик без накида. Екінші столбик без накида. 1 столбик без накида. Екінші столбик без накида. Осылай косынкамыздың ұшына қарай тоқи беріңіздер. Неге үш жағына жетіп қалдық? Менде 2 столбик с накидан қалды. Міне біреу, екеу. 1, 2 столбик без накида. Неге мынаны тоқимын біріншісін. Одан кейінгіні біз дәл мына бұрышына тоқуымыз керек. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом болды. Осының мына ортасында тұрған столбикқа біз қазір 3 столбик без накида тоқуымыз керек. Міне, прям ортасынан осылай кіргізесіздер. Столбиктің ортасынан. Міне осылай.
қайтадан созу жерге екінші және үшінші столбик без накида. Енді келесі столбикті арғы жақтағы бірінші столбик деп тоқығанымыз бар ғой, соған қарама қарсы қылып екінші столбигімізді тоқимыз. Әрі қарай жалғастыра береміз. Міне мына тұрған столбик. Біреу, екеу. Келесісі. Мына жерге бір столбик без накида. Мына жіптің ұшын бірге қосып тоқып кетсеңіздер болады. Артынан жасырып отырмас үшін. Екінші столбик без накида. Бір, екі, бір, екі, бір столбик без накида, екінші столбик без накида. Ары қарай өздеріңіз тоқи беріңіздер, ешқандай өзгеріссіз. Мына ұшына дейін тоқисыздар. Бір, екі столбик және соңғы столбик тұр, соған тоқимыз. Міне бір, екіншісін шетінде тұрған, ең бұрышында тұрған петляның өзіне тоқисыздар. Сол петляның ортасына кіргіземіз крючокты. Столбик, без накида тоқимыз. Енді бір воздушная петля. Кері қарай тоқимыз, қыздар. Косынканы былай қарай аударып, мына жиегіне бізге қазір зубчиктар тоқу керек болады. Қалың жіптен тоқылғаннан кейін мында зубчиктар үлкен болып көрініп тұр. Біз жұқа жіппен тоқығанда олар кішкентай болады. Воздушная петля тоқып алдық. Енді 4 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 3 воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3. Қайтадан осы жерге столбик без накида тоқимыз. Міне. Бірінші столбик болады. Екінші столбик болады. 3, 4. 3 воздушная петля. Қайтадан осы жерге столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида тоқыдық. 1, 2, 3 воздушная петля. Қайтадан осы жерге тоқимыз енді. Бірінші столбик без накида. Екінші, үшінші, төртінші. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 воздушная петля. Қайтадан сол жерге столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 воздушная петля. Неге? Қайтадан, қыздар, паузаны басамыз да
Әрі қарай өзіміз тоқи береміз мына бұрышына дейін. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Мына жерде воздушная петля жасамауға да болады. Бірден мен былай жасап көрейін. Осы жерге бірден 3 столбик тоқимын. Мынау біреу, екеу, 3. Так, енді мынау бізде бірінші столбик болып саналады. Уже мына жақ бетін тоқимыз ғой. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Бір столбик без накида, 2 столбик без накида, 3 столбик без накида. Және ең шеткісін мынаны тоқимын. 4 столбик без накида. Енді біз қазір былай қарай бауын тоқуымыз керек. Бауы менде 18-20 сантиметр. Воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3 санап отырыңыздар, чтобы екінші жағымен ұзындықтары бірдей болу үшін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Осыны жеп көрейін. 18 сантиметр. Енді кері қарай столбик без накида тоқып шығамыз. Крючоктан кейінгі екінші петлядан бастаймыз. 1, 2. Екінші петляның ақ жақ қабырғасынан іліп алып, жұмыс петлясын тартып шығарамыз. Крючокта 2 петля, екеуін бірге қосып тоқимыз. Әрбір петляға осылай столбик без накида тоқып шығасыздар. Соңғы 2 петля қалды. Енді әрі қарай косынкамыздың мына шетін тоқып шығамыз.
столбики без накида. Әр петляға тоқимыз. Соңғы жағына келіп қалдық. Жіптің ұшымен бірге қосып тоқып кетемін. Ең шеткі петля мынау болса, соған жеткізбей соңғы петляны тоқимыз. Осы жерден ары қарай біз бау тоқуымыз керек. 40 петля, 40 воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. Крючоктан кейінгі екінші петлядан бастаймыз. Бір столбик без накида, екінші столбик без накида. Осылай соңына дейін тоқып шығыңыздар. Міне соңғы петляға столбикті тоқыдық. Енді мына жерін әдемілеп біріктіруіміз керек. Астынан кіргіземіз инемізді. Және жібіміз қай петлядан шығып тұр, қай жерден шығып тұр, дәл сол жерге инені кіргіземіз. Жіптің ұшын бірден осылай жасырып тастаңыздар. Біздің сабағымыз аяқталды, қыздар. Міне косынканы тоқып болдық. Мына шетіндегі баулары бұратылып тұрмасы үшін үтіктің буымен парлап алсаңыздар болады. Тегістеліп кетеді сол кезде. Видеоны соңына дейін қарап шыққандарыңызға көптен көп рахмет. Егер сіздерге барлығы ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді астына жаза кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.